достар, көңіл күйлерің қалай? Көңіл күйлерің керемет екеніне сенімдімін. Бірінші сабақта біз регрессиясыз оқу туралы өткенбіз. Екінші сабақта интегралды алгоритм деген не екенін өткенбіз. Мәтінді және сол интегралды алгоритм арқылы өтетін болса, түсіну проценті жоғарылайтын, оны түсіндік. Енді үшінші сабаққа келдік. Үшінші сабақтың тақырыбы өте қызық. Өзін барлығымыз о деп тыңдап отырамыз. Өйткені о деп тыңдап отырған кезде, таңғалып тыңдаған кезде не істейді? Миымызда таңғалады. Мына жақта жақсы ақпарат айтып жатыр екен, есте сақтап қалайын деп, соны бар зейінімен тыңдайтын болады. Ал кеттік, олай болса. Бүгінгі үшінші сабақтың тақырыбы көз аймағымызды кеңейту. Яғни қарапайым адамдар көз аймағы көру бұрышы олардың. Кітапқа қараған кезде көру бұрышы 15 градус қана болады екен. Яғни 15 градусқа тек қана екі ғана сөз сияқты. Бір қараған кезде бір сөзге 15 градустық бұрышпен ғана көре алады екен. Ал оны дайындалып 35 градусқа дейін кеңейтуге болады екен. Сонда 35 градустық бұрышпен қараған, кітап оқыған адам бір жол сөзді бірден көріп отырады екен сонда. Сонда енді мына неге ақпаратқа қарайтын болсақ, жай оқитын адамдар, мына оқу қозғалысы, көзінің қозғалысы осылай болады. Оңнан солға дейін, оңнан солға дейін осылай қозғалып отырады. Яғни бұл жай қозғалады. Ал жанында тез оқитын, яғни жылдам оқитын адамның көзінің қозғалысы ол қалай? Қарасаңдар тек қана вертикально тұрған сияқты, сызық. Жай ғана қозғалған, қысқа ғана, ал өйткені жан-жағының барлығын көріп тұр ол. Болды. Тек қана алдына қарай, ортасына қарай, жан-жағын көріп тұрып оқи береді. Былай оққаннан ол әрине тез оқитын болады. Өйткені оның көзінің көру аймағы 35 градусқа дейін жете алады. Енді біз жан-жағымыздағы ақпараттардың барлығын 80%-ін, ең кемінде 80%-ін көзімізбен қабылдаймыз. Есту бар, дәм тату бар, тағы да басқа ақпарат нелердің барлығы бар. Соның ішінде 80%-ін осы көзімізбен қабылдайтынбыз. Сондықтан көзімізді әлемдеп күтуіміз керек, көзге жаттығулар жасап тұру керек екен. Сол жаттығуларға бір тоқталайық. Әсіресе кітап оқырдың алдында, мәтін оқырдың алдында осындай жаттығулар жасап алған дұрыс. Бірінші жаттығуымыз жоғары, төмен. Басымызды қозғалмаймыз. Жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Көзімізді қозғаймыз. Екінші жаттығу оң, солға, оңға, солға, оңға, солға, оңға, солға. Үшінші жаттығу жақын, алыс. Жақын, мен жанында қазір мұрнымды ғана жақыннан көре аламын. Жақын, алыс, алыста тұрған бір зат. Жақын, алыс, жақын, алыс, жақын, алыс. Және сағат тілімен айналдырамыз көзімізді. Сағат тілімен айналдырдық. 1, 2. И соңғысы көзімізді тез-тез жыпылықтатамыз. Тез-тез қағып жыпылықтатамыз. Осындай жаттығу жасап алғаннан кейін енді мәтінді оқу үдерісіне кірісуге болады. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Мақұл апай, айттыңыз, жылдам оқитындардың көз аймағы бұрышы 35 градусқа дейін барады, олардың оқуы вертикально болады. Енді соны қалай жасаймыз, қалай көз аймағымызды кеңейтуге болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Өте орынды сұрақтардың бірі. Енді ол үшін неміс ғалымы Шультенің кестесін пайдаланамыз. Мына Шульте кестесі бойынша ортасындағы нүктеге қарап тұрамыз. Көзімізді, бүкіл назарымызды тек қана ортасындағы нүктеге қараймыз. Ортасындағы нүктеге қарап тұрып, жан-жағындағы сандар табамыз. Мысалы, 1, көзімізді қимылдатпаймыз. Кішкентай болса да қимылдатпаймыз. 1, 2, 3, 3-ті таптық па? 4, 5, 6, 7, көз қимылдамау керек, көз ортасындағы нүктеде тұру керек. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Егер бұл кестемен жаттығып үйренбеген адам болса, басында қимылдау
қимылдап кетуі мүмкін көзі. Тез ең басында үйреніп қалғанбыз ғой, біздің көзіміз оңға солға бұрылып горизонтально жүріп үйреніп қалған. Сондықтан егер басында табуға қиналып жатсаңдар, не істеу керек? Тек қана вертикально іздеу керек. Көзімізді вертикально қозғалу, яғни тігінен қозғауға үйретуіміз керек. Бұл көз шу денесінің тәртіпті бұзды дегенге саналмайды. Көзімізді таба алмай жатқан кезде көзімізді вертикально, жаңағы сандарды вертикально іздеуге үйретуіміз керек. Кейін үйренгеннен кейін, көз аймағымыз кеңейгеннен кейін ортасындағы нүктеге қарап тұрып, барлық сандарды оп-оңай табатын боламыз. Міне, осы Шульте кестесін пайдалану арқылы өздерінің көз аймақтарында 35 градусқа дейін бұрышын кеңейтуге болады. Жақсы, келесі сабақта кездескенше сәттілік тілеймін.